Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай жеңіл әрі дәмді салаттың рецебімен бөлісемін. Салаттың толық рецебі видеоның астында описание бөлімінде. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тойымды әрі дәмді салат болып шығады. Достар, рецеп ұнаса каналға тіркеліп, құрбыларыңмен бөлісуді ұмытпа. Салатты жасау үшін ең алдымен етті жуып, ұсақтап турап, оны майға қуырып, бұқтырып аламыз. Оны ұсақтап турап, алдын ала пісіріп алған жемістерді үккіштен өткіземіз. Салаттың көлеміне қарай құрамын мөлшерлеп аламыз. Ең астына картоп салып, оның бетіне майонез себеміз. Осындай кальцонның немесе цилиндрдің көмегімен жасасақ, салатымыз тегіс болып шығады. Бетіне ұсақтап туралған етті салып, оның бетіне осылайша майонезді сеуіп шығамыз. Келесі қабатына үккіштен өткізілген жұмыртқаны салып, оның бетіне де майонез сеуіп шығамыз. Бетін қасықпен тегістеп, оның үстіне банкадағы кукуруздарды салып шығамыз. Кукурузды жайып тегістеп болғаннан кейін, оның бетіне майонез себеміз. Дайын болған салаттан кальцоны шешіп, оның бетіне ұсақтап жіңішкелеп туралған кивиді салып шығамыз. Салатымыз дайын, өте дәмді әрі ресторандағы салаттардан кем емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, рецеп ұнаса құрбыларыңмен бөлісіп, комментарий қалдыр.